Sen sol su adamısın ba? Жана алдынан шыққан адамдардан екі-үшеуін өлтіріп кеткен жайым бар енді. Мынаның аурасы. Бұл да демон ба? Бірақ мен кездестірген демондардан қарағанда бұл әлде қайда мықты екен. Қылыштарында суырып, көтендеріне. Мен сендерге кедергі жасаған жоқпын ба? Мынаның аурасы. Мынаның түрі маған өте таныс. Бұл аңыз адам емес пе? Мен бұл адам жайлы өте аз ғана ақпараттар білемін. Бірақ мен бұл естуімше бұндай аураны мен күткен жоқпын. Бірақ қазіргі аурасы. Мен тек өз ойымды айтып біттім. Мына жігіт жаңбырдың астына тұрып алып, менің келгенімді байқамаған да секілді ғой. Сенің артында. Базар жоқ. Кешірім сұраймын. Мен жаған үстінің жаңбыр болғанын қаламадым. Жарайды ендеше, өзім сендерді сулай саламын. Годжо Сатуру. Қалайсыңдар? Тоқта, неге музыка тоқтап қалды? Мына сезім, мен тіпті қылышымды шығармай, өліп қалған сезімде тұрмын. Ал мен өзің Құдай санайтын адамның алдында тұрған секілдімін. Мен барлықтардың күштерінде аламын, бірақ бұл оңайға түспейтін секілді. Қойшы, солай ма? Сен бұл бос сөздермен қанша уақытқа дейін мен алдымда билеп тұрады екенсің? Бұл Учиха, Мадара, мынаның аурасы, неткен мықты, соғыстың өзімін деп тұр ғой. Бұның барлығы бекер. Сендер барлықтарын жақсы көлеңке боласыңдар. Мынаның аурасы шексіз, түбі жоқ қуыс секілді. Мыналардың аурасы ема ғой. Мынау қайдан шықты? Бұл жаңадан бері осы жерде тұрды ма? Біз оны қалай байқамай қылғанбыз? Бұл барабанның дауысы. Сен Джой Бойсың бе? Бұл сонда шайқасқа дайынмын деген белгі ме? Мынау бұл жерге қалай келіп қалды екен, а? Не, сонда барлығы... Мен бұл жерге түшкірмегенімде мені қазір ешкім көріп тұрмайтын еді. Сендердің аураларының кесірінен мен демаламай қалдым ғой. Фу, не істеді? Бұл жігіт. Ол, бұтыны сүйіп жүрген секілді. Ол сондай бір түрлі екенін білгенмін. Кім екі аяқпен тұрып тұратын болса, сол женеді. Ой, достар, мынау не команда болды? Мен ойымша 100% мына 10 жақта команда жеңетін секілді. Қане өз ойларында дәл қазір комментарияға жазып, бірінші команда жеңе ме, әлде екінші команда жеңеді ме? Яғни, давайте, Итачидің командасы жеңеді ме, әлде бізде деген Сукунаның командасы жеңеді ме екен? Ал кетті комментарияға жазыңдар. Ойбай, не болып кетті? Кім жеңді өзі? Аураларын өте бытшыт екен сендердің. Мен әлемдегі ең бақытты жігітпін. Атанның басы. Сонда екінші раунд болады ма?
Ал достар, бізде видеомызды осылайша аяқтаймыз.